Сәлем, сіздермен бірге қазақ тіліндегі Джо Диспенза. Бүгінгі видеода қалағаныңа қалай оңай қол жеткізуге болады деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Бастайық ендеше. Сондай шынайы түс көрген кезің болды ма? Оянғаныңды ұмытып, әлі де сол түстің әсерінен шыға алмай тұрған. Мүмкін сен өзіңді жаңа өмірде, қуаныш әкелетін жұмыста, үйлесімді қарым-қатынаста немесе бірнеше ай бойы армандаған жерде көрген шығарсың. Бірақ сұрақ мынада: егер сенің санаң осы оқиғаларды ұйқыда соншалықты анық елестете алса, онда неге оларды шынайы өмірге айналдыра алмайды? Бізге табысқа тек тынымсыз еңбек, күрес және уайым, қобалжу, көп ойлау, мазасыздану арқылы жетуге болады деп айтады. Бірақ егер бұл алға жылжуыңа кедергі келтіретін жалған бағдарлама болса ше? Егер өзгерістің кілті күйзелісте емес, керісінше босаңсуда болса ше? Маған түсіндіріп беруге рұқсат ет. Мен бірнеше жылымды нейробиология мен адам мүмкіндігін зерттеуге арнадым. Және міне нені түсіндім. Біздің миымыз таңғажайып иілгіш құрылым. Ол тұрақты емес, әр сәт сайын өзгеріп отырады. Сен өз шындығыңды қайта бағдарлай аласың, миыңдағы нейрондық байланыстарды қайта құрып. Сен өз ойларыңды өзгерте аласың, ал бұл ойлар сенің эмоцияларыңды өзгертеді, ал ол эмоциялар сенің жаңа өміріңді құра бастайды. Бірақ мәселе мынада: егер сен күйзеліс күйінде болсаң, санаң өткенге байланып тұрса, немесе болашақтан қорқатын болса, ол тек аман қалу режимінде жұмыс істейді, ал жаңа нәрсе құруға қабілетсіз болады. Мұндай күйде ішкі бағдарламаңды қайта жазу мүмкін емес. Себебі сен жаңа нәрсе жасап жатқан жоқсың, тек қана жауап қайтарып жатырсың, ескіні қайталаудасың. Нағыз өзгеріс тыныштық күйінде жүреді. Дәл терең тыныштық сәтінде дене толық босаңсып, сана еркін болғанда, біз бейсанамызға жол ашамыз. Сол жерде бәрін өзгертуге болады. Әдеттер мен сенімдерден бастап бүкіл өмір шындығына дейін. Бұл жай ғана теория емес. Медитацияның әсерін нейропластика және плацебо әсері туралы зерттеулер дәлелдейді. Сен ішкі әлеміңді өзгерткенде, сыртқы өмірің де соған сай өзгере бастайды. Осы видеода мен саған босаңсу күшін қалай дұрыс пайдалануға болатынын үйретемін. Сол арқылы ескі бағдарламалардан шығып, өзіңнің жаңа нұсқаңды жасай аласың. Сен бұрынғыдай күрес пен қарсылыққа толы жолмен жүре берсең де болады. Бірақ қаласаң, санаңның толық мүмкіндігін ашып, армандап та үлгермеген өзгерістер процесін жеңілдете аласың. Таңдау өз қолыңда. Жаңа шындыққа қадам жасауға дайынсың ба? Онда жазылу батырмасын басып, келешегіңді бірге қайта бағдарламалайық. Терең босаңсу бұл мақсатқа жету жолындағы жасырын қаруың. Босаңсу қалағаныңа қол жеткізуге көмектесетін қуатты құрал. Бірақ есте ұстау керек, бұл контекстте ол кешкісін диванда демалумен шектелмейді. Ол да пайдалы әрине, бірақ біз әлде қайда терең менталдық және эмоциялық тыныштық күйі туралы айтып отырмыз. Бұл санаң тынышталып, ішкі диалог баяулап, толық үйлесімділік күйіне кіретін сәт. Елестетші, сенің миың үлкен оркестр сияқты. Егер сен күйзелісте болсаң, әрбір аспап өз алдына ойнап хаос тудырады. Ал босаңсу бұл сол оркестрге тәртіп орнататын дирижер іспеттес, қажетсіз дыбыстарды бәсеңдетіп, үйлесім жасайды. Сол кезде ғана сенің мақсаттарыңның симфониясы анық естіледі. Ал енді осы үйлесімді күйге қалай жетуге болады? Терең босаңсу техникалары арқылы. Медитация ең қуатты құралдардың бірі.
Ол саған ойларыңды сырттай бақылауды, оларды уайымдамай қабылдауды үйретеді. Уақыт өте келе, бұл ішкі шуды басып, саналы тыныштық күйіне енуге көмектеседі. Саналы тыныс алу. Қатты күйзеліс кезінде біздің тынысымыз үстірт және жиі болады. Бірақ тыныс алуды баяулатып, тереңдетсең, дене мен қауіпсіз жердемін деген белгі алады. Бұл бірден күйзеліс гормондарының деңгейін төмендетіп, тыныштық сезімін қалыптастырады. Бұлшықеттерді кезең-кезеңмен босаңсыту әдісі. Бұл әдіс әртүрлі бұлшықет топтарын кезекпен қысу және босаңсытудан тұрады. Дене күйзелістен босап шыққанда, сана да табиғи түрде артынан тынышталады. Адам үйлесім күйіне енеді. Осы техникаларды қолдану арқылы, сен өз шындығыңды қабылдау жүйеңді қайта бағдарламалай аласың. Сондай-ақ, үйреншікті күйзеліс жағдайынан шыға аласың. Себебі дәл тыныштық күйінде жаңа идеялар, мүмкіндіктер және мақсатыңа апарар жол дүниеге келеді. Босаңсу бұл көптеген әдістерді қамтитын ұғым. Олардың бірі әртүрлі бұлшықет топтарын қысу және босаңсыту техникасы. Аяқтағы саусақтардан бастап жоғары қарай біртіндеп көтеріл. Қысу мен босаңсу арасындағы айырмашылықты сезінуге тырыс. Осы физикалық сезімдерге назар аудару арқылы сен тек денені босаңсытып қоймайсың, санаңды да тыныштандырып, ішкі үйлесім күйін қалыптастырасың. Ең бастысы, өзіңе лайық әдісті табу. Түрлі техникаларды байқап көрде, өмір сүру салтыңа табиғи түрде үйлесетінін таңда. Бұл таңертеңгі небәрі 10 минуттық медитация болуы мүмкін. Маңызды кездесу алдында бірнеше терең тыныс алу, немесе ұйықтар алдында босаңсу сеансы. Ең бастысы, осы практикалар күнделікті әдетіңе айналып, саған үнемі тыныштық пен үйлесімділік күйіне жетуге көмектесуі керек. Есіңде сақта, босаңсу бұл сән салтанат емес, қажеттілік. Ол сенің армандарың тамыр жайып, гүлдеп өсу үшін құнарлы топырақ жасайды. Бұл шынайы тілектерің пайда болатын тыныштық кеңістігі. Және дәл осы жерде таңғажайып өзгеріс энергиясы босатылады. Сондықтан терең тыныс ал. Өзіңе ыңғайлы босаңсу әдісін таңда және өміріңді өзгертуге дайын бол. Енді сенім туралы сөйлесейік. Сенім бұл барлық элементтерді бір-бірімен байланыстыратын, көзге көрінбейтін жіп іспеттес. Бұл ғаламның немесе сен сенетін кез келген күштің сені әрқашан қолдайтынына деген берік сенім. Қазір саған ештеңе болып жатқан жоқ сияқты көрінсе де, есіңде ұста, сенің ниеттеріңнің дәні қазірдің өзінде тамырлап жатыр, тек оны әзірге көре алмайсың. Көбіміз қалай деген сұраққа байланып қаламыз. Біз күрделі жоспарлар құрып, әр қадамды бақылауға тырысамыз, бірақ кейде ғалам бізді күтпеген жолдармен алып жүреді. Біз ойламаған мүмкіндіктерді ашады. Кейде айналма жолдар біз елестеткеннен де жақсы нәтижелерге әкеледі. Өзіңе босаңсуға, процеске сенуге және өмірдің қалай ғажап түрде өрбитінін бақылауға мүмкіндік бер. Дәл осы белгісіздік сәттерінде сенім шешуші рөл атқарады. Ойланшы, сен дән еккенде оны суарасың, күн сәулесін түсіруге жағдай жасайсың, өсуіне қолайлы орта тудырасың, бірақ оның дәл қалай өсетінін, гүл жапырақтарының түсі қандай болатынын, немесе жапырақтарының формасы қандай болатынын сен басқара алмайсың. Сен тек табиғи процеске сенесің. Дұрыс жағдай болса, ол әдемі нәрсеге айналатынын білесің. Сенің армандарыңмен де дәл осылай болады. Сен ниет қойып, шабыттанған әрекет жасайсың, босаңсуға кеңістік бересің. Бірақ содан кейін бәрін бақылауды тоқтатып,
процесске сенетін сәт келеді. Маңыздысы, бәрі бірінші қарағанда, сен ойлағандай болмаған күннің өзінде ғалам сені қолдайтынына сену. Беймәлім нәрсеге сену оңай емес, әсіресе сен бәрін қадағалауға, бақылауға дағдыланған болсаң. Біз өмірдің әрбір қырын басқаруға, нақты жоспарлар құруға және солардан ауытқымауға тырысамыз. Бірақ бақылауды босатқан сәтте, белгісіздікті қабылдағанда, нағыз сиқыр сол кезде басталады. Сен процесске сенгенде, тіпті ойламаған жаңа мүмкіндіктерге есік ашасың. Сен ғаламға сенім білдіріп, оны өзіңді армандарыңнан да асып түсетін нәтижелерге алып келуіне мүмкіндік бересің. Бәрі ішкі көрінісіңді күн сайын күтпеген жолмен ашылып жатқан шынайы өмірмен үйлестіруге келіп тіреледі. Сен процесске сенген кезде, сен ғаламға былай деп тұрғандай боласың. Ғалам, мен сенде жоспар бар екенін білемін. Мүмкін мен қазір бүкіл картинаны көріп тұрған жоқпын. Бірақ сен мені ерекше нәрсеге жетелеп келе жатқаныңа сенемін. Осындай ішкі сенімділік күшті энергетикалық тербеліс туғызады. Ол сенің армандарыңды магнит сияқты өзіне тартады. Сондықтан терең тыныс ал. Айналадағының бәрін бақылауға деген қажеттілікті босат. Және сенім кеңістігіне ен. Дәл осы сенім кеңістігінде армандарды жүзеге асыратын нағыз сиқыр ашылады. Енді ең маңызды нәрсеге көшейік. Біз бұған дейін босаңсудың күшін және сенімнің маңыздылығын айттық. Бірақ шынайы ғажайып, осы екі күш біріктірілген кезде басталады. Елестетші, босаңсу құнарлы топырақ, ал сенім нәр беретін су. Екеуі бірігіп, сенің армандарың гүлдеп, өсіп шығу үшін ең жақсы жағдай жасайды. Сен босаңсыған кезде санаң айқын, әрі тыныш күйге енеді, артық хаос пен күмәннен арыласың. Осындай күйде интуицияң сенің бағыттаушы компасың айналады. Тіпті белгісіздік жағдайында да сенімді алға жылжуға көмектеседі. Ал сенім, сенің ішкі сенім жүйеңді нәрлендіреді. Ол мақсаттарыңның шын мәнінде қолжетімді екеніне деген берік сенімге айналады. Тіпті ол мақсатқа апарар жол әлі толық анық болмаған күннің өзінде. Елестетіңіз, музыкант күрделі шығарманы орындамақ болады. Бірақ оның қолы дірілдеп тұр. Әрине мұндай жағдайда музыка ретсіз әрі үйлесімсіз шығады. Босаңсу музыканттың қолын тыныштандыратын, оған дәл әрі жеңіл ойнауға мүмкіндік беретін күш. Ал сенім, ол партитура, яғни бағыт беретін карта сияқты. Осы екі элемент біріктірілгенде нағыз үйлесім пайда болып, музыканың сиқыры туындайды. Шынайы өмірде осы қуатты үйлесімнің сансыз мысалдарын көреміз. Мысалы, спортшылар ағын күйіне кіріп керемет нәтижелер көрсетеді. Өнер адамдары шабытпен жұмыс істеп, нағыз шедеврлер жасайды. Кәсіпкерлер интуициясына сеніп, табысты компаниялар құрады. Ғылым бұл ежелгі даналықты барған сайын тереңірек түсініп жатыр. Нейроғылым саласындағы зерттеулер көрсеткендей, медитация сияқты босаңсу әдістері біздің миымызды сөзбе-сөз қайта қалыптастыра алады. Оны оң өзгерістерге неғұрлым сезімтал етеді. Босаңсу мен сенім бұл шексіз мүмкіндіктер есігін ашатын екі негізгі кілт. Кванттық физика бізге ғаламдағы барлық нәрсенің өзара байланысты екенін дәлелдейді. Біздің ойларымыз бен ниеттеріміз қоршаған ортаға әсер ете алады. Біз терең босаңсу мен сенім күйінде болғанда, армандарымызды жүзеге асыратын қуатты процестерге жол ашамыз. Осындай күйде біз армандарымызды
магнит сияқты тартатын күшке ие боламыз. Позитивті энергия таратып, мүмкіндіктерді өзімізге тартып, ғалам ұсынатын шексіз әлеуетті ашамыз. Ендеше бұл ерекше күйді қалай дамытуға болады? Өміріңе босаңсу әдістерін енгізуден баста. Медитация, терең тыныс алу, табиғат аясында уақыт өткізу, бұлардың барлығы қарапайым, бірақ санаңды тыныштандырып, ішкі үйлесім күйіне енуге көмектесетін өте тиімді тәсілдер. Одан кейін сенім қалыптастыруға назар аудар. Бақылауды босат, беймәлім нәрсені қабылда. Және ғалам сені қолдайтынына сен. Сенімің неғұрлым берік болса, армандарың шынайы өмірде қалай жүзеге аса бастағанын соғұрлым тез көре бастайсың. Босаңсу мен сенім бұл армандарыңа апарар есіктерді ашатын екі негізгі кілт. Егер оларды ақылмен қолдансаң, өміріңнің жақсарғанын байқайсың. Тіпті бұл өзің күткеннен де ерекше болуы мүмкін. Бірақ тоқтай тұр. Осы процеске толық кірісіп кетпес бұрын, алдымен кең таралған қате түсінікті анықтап алайық. Босаңсу мен сенім бұл барлық армандарды бірден орындайтын сиқырлы сөздер емес. Бұл өте қуатты құралдар, бірақ олар ғаламның ұлы жоспары аясында ғана жұмыс істейді. Бұл жоспардың жүзеге асуына уақыт керек болуы мүмкін. Бірақ бұл бірден нәтиже көре алмайсың деген сөз емес. Кейде бәрі күтпеген жерден тез жүзеге асуы мүмкін. Міне, мәселенің түйіні осында. Егер сен ниетіңді нақты қойып, оны босаңсу және сенім күйінде жасасаң, сен сөзбе-сөз ғаламның құнарлы топырағына дән егесің. Сен қуатты энергетикалық тербеліс таратасың. Ол сенің армандарыңмен үндеседі. Мүмкін кешке дейін ғалам саған бірден Феррари сыйламас, бірақ кім біледі? Бәлкім бұл сені дұрыс бағытқа итермелейді. Мүмкін сен күтпеген мүмкіндікті көріп қаласың, мақсаттарыңа жетуге көмектесетін адамды жолықтырасың, немесе алға жылжуға итермелейтін шабыт аласың. Ең бастысы, процеске сеніп, жаңа мүмкіндіктерге ашық болу. Бұны былай елестетіп көр. Мысалы, сен жаңа жұмыс тауып шығармашылық қабілетіңді ашуды қалайсың. Бірақ сен нақты бір компанияға немесе қызметке байланып қалмайсың. Сен жай ғана ғалам сені көңіліңнен шығатын, өзіңе жарасатын рөлге өзі алып келетініне сенесің. Бірнеше күннен кейін сен ескі досыңды кездестіресің. Әңгіме барысында ол өз компаниясындағы бос жұмыс орнын жай ғана айта кетеді. Бұл компания туралы сен бұған дейін ойлап та көрмегенсің, бірақ сол рөл саған керемет сай келеді. Өзің бұрын сезінбеген ерекше шабытты оятады. Процеске сенудің шынайы сиқыры осында. Мен саған өмірден алынған бір нақты мысалды айтайын. Бірде менің клиентім болды. Ол беделді конференцияда баяндама жасауды қатты армандады. Ол бірнеше апта бойы өзін іштей дайындалып, сол мүмкіндікті тартуды үйренді. Біраз уақыт өткен соң оған сол конференцияға қонақ ретінде қатысуға шақырту келді. Сол жерде ол негізгі ұйымдастырушы адаммен сөйлесіп қалды. Ұйымдастырушы оның еңбегіне қатты тәнті болып, келесі шарада ресми түрде сөз сөйлеуді ұсынды. Босаңсу мен сенім оны қалаған нәтижеге бірден жеткізген жоқ, бірақ бұл одан да қызықты, маңызды мүмкіндіктердің есігін ашты. Негізгі ой, ғалам сенің армандарыңды қалай орындайтынына байланып қалудың қажеті жоқ. Ғалам бәрін ең мінсіз түрде жүзеге асыруы мүмкін, ол сенің бастапқы күткеніңе сәйкес келмесе де. Өмірдің күтпеген бұрылыстарына, кездейсоқ таныстықтарға және арманыңа жетелейтін
Жасырын соқпақтарға ашық бол. Есіңде сақта, босаңсу мен сенім бұл сенің ішкі энергия толқыныңды сыртқы шынайлықпен үндестірген нәрсе. Осы қасиеттер сенің өміріңе қажет адамдарды, мүмкіндіктерді және ресурстарды тартады. Ниетіңді нақтылап, өз бойыңда тыныштық пен берік сенім күйін қалыптастыр. Босаңсу мен сенім бұл сенің ішкі энергияңды сыртқы өмірмен сәйкестендіретін күш. Ендеше, бүгін ашқан сиқырлы формуламызды қайталап өтейік. Босаңсу бұл армандарыңның тамыр жаюына мүмкіндік беретін құнарлы топырақ. Бұл санаң тынышталып, мақсаттарыңның бірінші орынға шығуына жағдай жасайтын кеңістік. Медитация, терең тыныс алу, бұлшық еттерді босаңсыту сияқты әдістер саған осы тыныштық пен үйлесім күйіне жетуге көмектеседі. Ал сенім бұл сол топырақты нәрлендіретін су сияқты. Бұл ғаламға немесе сен сенетін кез келген күшке деген мызғымас сенім. Мұнда сен бақылауды босатып, беймәлім нәрсені қабылдайсың. Жолыңды толық көрмесең де, армандарыңның орындалуына сенесің. Мәселенің түйіні сен өз ішіңде қуатты энергия ағынын қалыптастырасың. Сен армандарыңды магнит сияқты өзіңе тартып, мүмкіндіктерді шақырасың және ғалам ұсынатын шексіз әлеуетке есік ашасың. Әрине, нәтиже әрқашан бірден келмеуі мүмкін, бірақ жаңа мүмкіндіктерге ашық болып, процеске сенсең, сен күтпеген керемет нәтижелерге қол жеткізе аласың. Сонымен, сен осы қағидаларды өмірде қолдануға дайынсың ба? Алдымен күнделікті өміріңе босаңсу әдістерін енгізіп көр. Терең тыныс ал, бірнеше минут медитация жаса, табиғат аясында уақыт өткіз. Осындай қарапайым әрекеттер сенің өміріңді түбегейлі өзгерте алады. Енді сеніміңді нығайтуға кіріс. Бақылауды, босатуды үйрен. Және ғалам сен үшін жұмыс істейтініне мызғымас сенім қалыптастыр. Бұл сапар, ал өз тәжірибеңізбен бөлісудің зор күші бар екенін ұмытпаңыз. Сізге қай босаңсу әдістері ұнайды? Өз оқиғаларыңызбен бөлісіңіз, бірге қолдау мен шабыт ортасын қалыптастырайық. Егер осы видеода өзіңізге пайдалы нәрсе тапсаңыз, мен сізден бір нәрсе сұраймын, ұнайды батырмасын басыңыз, осы білімді керек адаммен бөлісіңіз және Нұрлы Voice арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Біз әрдайым әрқайсымыздың ішкі әлеуетімізді ашуға терең үңіліп, армандарымызды жүзеге асыратын құралдар мен әдістерді зерттейміз. Сондықтан осы ерекше сапарға бізбен бірге қосыл. Ішіміздегі ұйықтап жатқан мүмкіндіктерді бірге ашайық. Келесі кездескенше өзіңізге қамқор болыңыз және есіңізде сақтаңыз. Өз шынайы өміріңізді құратын тек қана өзіңіз.